армысыздар, құрметті де аяулы ұстаздар. Бүгін бізде үлкен мереке, бүгін ұстаздар қауымының төл мерекесі. Олай болса, бүгінгі күн ұстаздарға арналмақ. Ұстаз ұлағатты есім. Күн сәулесі өмірге қандай жарық берсе, ұстаз есімі де шәкірттерге күндей жарық береді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп Абай атамыз айтқандай, шәкірттерінің өзінен озғанын қалаған ұстаздар қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Добрый день, уважаемые наши учителя! Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И каждый выбирал дорогу, и каждый выбирал свой путь. И те, кто были рядом с нами, кто нас учил и наставлял, сегодня чествуем мы с вами. Сіздерді ұстаздар күнімен құттықтаймыз!
қойып, өмірге өзі де бақытты, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Осындай жолы мен жөні бөлек аяулы ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Сіздердің жас ұрпақтың санасына сынама енгізетін тәлім тәрбие, үлгі-өнеге өлшеусіз. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бассын. I'd like to congratulate and thank all the teachers here to make us what we are today. Thank you for having so much patience. Thank you for inspiring and motivating us. We truly are grateful to you for guiding us and taking us to the right path. Спасибо вам, учителя! Мұғалімдер күні бүгін, күн ұстаздың шаттанған. Шәкіртіне дем бергізген, жеткізет деп баққарман. Ұстаздардың күні бүгін бар тілегі өмірде, сол шәкірттің өрге жүзген еңбегімен ақталған. Мұғалімдер күні бүгін шаттық күйге кенелген, ұстаз жүрек сырлас әркез білім атты өнермен. Олар шәкірт кеуделерге сол білімнен нәр құйып, өмір жолда ізгілікті еңбегімен еленген. Тойланатын әр жыл сайын қазан айы туғанда, ұстаздардың мейрамысы толы ән мен жырларға. Төрде көрін сізге ұстаз, төр сіздікі мұғалім, барлық жанда соны қалар ұстаз көңілі тұрғанда. Мұғалімдер күні бүгін көңілге бар сыйлары, шәкірттері оларға гүл, әнде жырда сыйлады. Тек ұстаздың мерекесі емес бүгін шынында, сол ұстаздан тәлім көрген барлық жанның мейрамы. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған осы өмірге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Многие профессии имеют свой особый день. День, который является профессиональным праздником. Этот день позволяет подвести итоги, определить профессиональную значимость работы. 2 октября 2020 года исполняется 80 лет системе профессионально-технического образования в Казахстане. Это знаменательная дата не только для педагогического сообщества профессионального образования, но и для многих миллионов служащих выпускников техникумов и колледжей. За 80 лет система профтехобразования подготовила для различных отраслей экономики миллионы квалифицированных кадров. Именно благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается интерес к реальным практическим знаниям и навыкам, которые необходимы в жизни и профессиональной деятельности. Поздравляем всех, кто работал и кто работает в системе профессионального образования. Желаем всем студентам профессиональных образовательных организаций не останавливаться в своем развитии и покорять новые высоты в будущей профессии. А преподавателям мы желаем новых достижений в важном и ценном труде. С праздником! С 80-летием профтехобразования! Подниму глаза в высоту небес и скажу тебе, раз уж начала. Подниму глаза и скажу тебе все, что я сейчас только поняла.
Я несу весь мир в своих руках. Детям подарю память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, детям подарю. Звезды разбросал мой огромный мир, я его нарочно приберегла. Он так долго спал, но сейчас ожил, кажется, всегда этого ждала. Главное теперь я поняла, детям подарю солнце и снега, груз далекие звуки в облаках, песнях и стихах, в мыслях и мечтах. Я несу весь мир в своих руках. Детям подарю память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, детям подарю. Детям подарю солнце и снега, груз далеких звуки в облаках, песнях и стихах, в мыслях и мечтах. Я несу весь мир в своих руках. Детям подарю память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, детям подарю. Детям подарю память полуслов, музыку прозрачных родников. Все, чем дорожу и что люблю, детям подарю. Все, чем дорожу и что люблю, детям подарю. Все, чем дорожу и что люблю, детям подарю. Ұстаздарым, сіздердің бала көңілдеріңіз әр оқушының жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізінен құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Мектептің жүрегі, бала жанының бағбаны, бала жаңашыры. Бұл мұғалім ұстаздарға арналған теңеулер. Бұл тізбектің шегі бар мекен десеңізші? Мұндай мадақтауларды жалғастыра келсек, өздеріңізге арналған даналық сөздері тұтас бір кітапқа айналары сөзсіз. Мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, кәсіптеріңізге сәттілік тілейміз. Мен Сексенбай Ардақ, Шытау 13 тобының студенті. Сіздерді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Можно. Слова, как признание доброго чувства, хотим сегодня произнести в честь тех, труд которых подобен искусству, что могут людей за собой повести. Пусть год учебный будет годом счастья, улыбок, радости, надежд. Пусть каждый день приносит лучик счастья, здоровья крепкого на много-много лет.
Пусть будет радостной всегда труда прекрасного дорога, и пусть не меркнет никогда святое звание педагога. Игі айтар арқылы көрсетер үлгісі бар, бойында дана ойдың ыстық лебі бар, шәкірт санасынан сәуле шашып шырақ отын маздатқан. Ұстаз ана жібек мінез есімнен, шәкірт ана кетпес мәңгі есімнен. Қиналса да ашуланса мұңайса, шәкірт үшін тез жадырап шешілген. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Dear teacher, I always love your class. Your teaching helps me see that to have a happy life, learning is the key. You understand your students, you are sensitive and smart. You are a skillful teacher. I knew it from the start. I'm grateful for your wisdom, for the teacher that you are. You are a very good person. And as a teacher, you are star. Ұстаз, осы сөзде жатыр қанша ұлылық, осы сөзде таусылмайтын жылулық, Әл-Фараби мен Ыбырай мен ағаңды осы сөз қойған бізді ұлығып. Ұстаз небір қисықтарды жөндейтін, тентектерді ақылменен емдейтін, болса дағы малға кедей өмірде бар байлығым, шәкірттерім сен дейтін.
Айтуынша, кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі, ұстаздың өнер тағылымы терең өнер. Ал өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи дарын ізгілікті ізденіс пен терең еңбекке ұштастырылуы шарт. Шәкіртсіз ұстаз тұл деген сөз тегін айтылмаса керек. Мен осы сөз дәлелді бола түсу үшін мына жыр шумақтарын қосайыншы. Ұрпақ пен өмір жолы жалғанады, көңілді күндер тусын алдан әлі. Ән шашу, әсем әуен, түрлі өнер бүгінгі күн сіздерге арналады. Дорогие учителя, пусть радость и удача всегда сопутствуют вам. Пусть тепло, забота и внимание домашних и близких согревают вас. Пусть все ваши желания сбудутся. Примите наши пожелания здоровья, счастья и добра. И пусть плохого настроения у вас не будет никогда. Пусть будет счастье и здоровье, и пусть на все хватает сил. И чтобы каждый день с любовью вам только радость приносил. Ардақты біздің ұстаздар, мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, кәсіптеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздерге көтеріңкі көңіл, қайғы мұңсыз өмір, бақуатты да берекелі тірлік, бақыт пен шаттық, мәнді де сәнді сәттер, арайлы таңдар мен ажарлы күндерді тілек етеміз.
Бүгінгі біздің ән шуағымыз сіздердің көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз. Осы мерекелік бағдарламаны сіздерге арнап дайындаған шет тілі бөлімінің оқытушылары мен студенттер қауымы. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.